Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Fiqh dersi An-Nuqaya Muhtasar al-Viqaya. Өткен дәрісте тоқтаған жерден ары қарай жалғастырып кете береміз. Бүгінгі дәрісіміз үшір зекетіне қатысты. Яғни жерден шыққан өнімдерге берілетін зекеттің түрі, бұны үшір дейміз. Үшір деудің себебі онда бірі берілетіндіктен үшірун, яғни онда бір деген сөзден шығады. Осылайша үшір зекеті деп аталып кеткен. Енді бұл жайында Құранның Бақара сүресінде былай делінеді: ей мүминдер, табыстарыңның және сендер үшін жерден шығарған нәрселеріміздің жақсыларын тиісті орынға жұмсаңдар деп Алла Тағала Құран кәрімде осылай бұйырған. Сондықтан да үшір зекетін беруде міндет. Өткен дәрісімізде тоқтаған жерден жалғастырып оқып кете береміз. وفي عسل أرض عشرية. Үшір алынатын жердегі балдан, ау жабалин, немесе таудың балынан үшір беріледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір арасы бар сахабаға аддил ұшура, яғни оның ол балдың үшірін бер, үшір зекетін бер деп айтқандығы риуаят етіледі. Енді мына жерде арнайы балды айтуының себебі Ханафи мазхабынан өзге Малики мен Шафиғи мазхабында балдан үшір берілмейді, ал Ханафиде беріледі. Сондықтан да мына жерде ерекше атап өтіп отыр. Ва самарихи, және таудағы жемістердің де үшірі бар. Таудағы жемістерден де үшір зекеті беріледі. Мына жерде Самарихидағы касрал болуының себебі бал, яғни асалға, асал сөзіне атып болып тұр. Сол себептен касрал оқылып тұр. Офи Самарихи деген сөз. Самарихидағы хазамирі тауға кетіп жатыр. Таудағы жемістерден де үшір бар деген сөз. Тауда өскен ағаштардың жемістерінен үшір беріледі. Және кейбір кітаптарда әлде біреудің шарбағындағы, үйінің бақшасындағы ағаштардан өсіп тұрған жемістен үшір берілмейді деген. Өйткені шарбағы бақшасы сол өз үйіне тән, сол үйі болып есептелінеді. Ал енді үйдегі нәрседен үшір берілмейді. وَمَا خَرَجَ مِنَ الْأَرْضِ وَإِنْ قَلَّ عُشْرٌ. Және жерден шыққан өнімдерден وَإِنْ قَلَّ аз да болса عُشْرٌ үшір беріледі. Яғни онда бірі беріледі. Мысалы бидай, арпа, қарбыз, қауын, қызанақ, тағы да басқа осылы сияқты жерден шыққан өнімнің онда бірі үшір ретінде берілуі керек. Аз болсын, көп болсын. Онда бірі беріледі деуіміз үшін инсақаху, егер ол өнімді сайхун ау матарун, егер ол өнімді, яғни жерден шыққан өнімді өзен, сай сияқты ағын сулары, ау матарун немесе жаңбыр суы суғарған болса, сонда ғана ол жерден шыққан өнімнен онда бірі, яғни 10% беріледі екен үшір зекет ретінде. Және мына жерде ва ин қалла деді, аз да болса деп айтты ғалым. Бұл нені білдіреді? Бұл үшір зекетінде нисап мөлшерінің жоқ екендігін білдіреді. Бұрынғы дәрістерімізде алтын, күміс, 4 түрлік малдардан зекет беру парыз деуіміз үшін белгілі бір мөлшерге жетуі керек дедік. Және арадан бір жыл өткен болуы тиіс деп айттық. Мысалы алтын 85 грамға немесе 90 грамға толса ғана одан зекет беріледі деген сияқты. Ал енді үшір зекетінде мұндай нисап мөлшері деген шарт жоқ екен. Және арадан бір жыл өту керек деген шарт та қарастырылмайды. Сол себептен бір жылда қанша өнім берсе, сонша үшірі де берілуі керек екен. Бұл имам Азам Абу Ханифаның пікірі. Дегенмен имам Азам Абу Ханифа рахматуллахи алейхтің
екі шәкірті имам Абу Юсуф пен имам Мұхаммед рахимахумуллаху таала кейбір хадистерге қарай отырып ұстаздарынан басқаша тұжырым білдірген. Бұл қос ғұламаға қараған кезде үшір зекетінде де нисап мөлшері бар. Оның мөлшері, нисап мөлшері 5 уасық. Яғни шамамен 600-700 килограммға жету керек шыққан өнім. Және ол өнім бір жылға бұзылмай сақталатындай түрден болу керек. Ал енді бір жылға сақтағанға келмейтін, осынша уақытқа шыдамайтын жеміс жидектерден үшір зекеті берілмейді. Міне осылайша қос ғұлама тұжырым білдірген. Дегенмен Ханафи мазхабында қабыл етіліп үкім ретінде бекітілген пәтуа ол имам Азам Абу Ханифаның пәтуасы рахматуллахи алейх. Сонымен жерден шыққан өнім егерде жаңбыр суы, өзен, көл суларымен суғарылып шыққан болса, онда аз болсын, көп болсын, одан онда бір үшірі беріледі екен. Илля фи нахви хатабин. Бірақ отын секілді өсімдіктерден үшір берілмейді. Иесі жердің өнімі ретінде, жерден шыққан пайда ретінде есептемейтін отын, арам шөп, және бидайдың сабағы секілді, немесе өскен ағаштар, қарбыздың сабағы деген сияқты осындай өсіп шыққан өсімдіктерден үшір зекет берілмейді деген. Ағаштардан дедік, өйткені ағаштың өзінен үшір берілмейді, бірақ ағашта пайда болған жемістен үшір беріледі. Және қарбыздың өзінен үшір зекеті беріледі, қарбыздың сабағынан берілмейді. Ары қарай оқимыз. Ва нисфу ашрин ин суқия би ғарбин. Ендігі жерде егістіктегі өнім, яғни жердегі шыққан өнім, арнайы су таситын ыдыстармен суғарылса, мына жерде ғарб деген үлкен су құятын ыдысты айтады. Ау дәлиятин, немесе дәлиямен суғарылған болса, дәлия деп үлкен дөңгелек тәріздес су құюға арналған кәдімгі құрал. Мына осындай дәлиямен суғарса, ондай жағдайда қанша үшір берілу керек? Нисфу ашрин. Ондай жағдайда онда бір емес, 20-да бірі үшірі беріледі. Яғни 5% беріледі. Өйткені мұнда еңбек жұмсалып, жаңағыдай белгілі бір тер төгілді, сондықтан да 5% ғана үшір ретінде беріледі екен. Биля рофаи муани зарай. Осы үшірді есептейтін кезде өнімді шығару үшін жұмсалған шығын есепке алынбайды. Мысалы, жұмысшылардың ақысы, судың ақысы, тағы да басқа осындай шығындар шегерілмей, онда бір болса, онда бір, 20-да бір болса, 20-да бір есептеліп үшірі шығарылып беріледі екен.